Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dinimizde Ramazan ayının orazasında sünnet және müstahap amallar және makruh, odan keyin orazаны buzатын amallar болып бөлінеді. Соның ішінде сәресі ішу бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерінің ең абзал сүннет болып есептеледі, оразаның сүннеті. Ал енді сәресіні өзінің уақыты шыққанға дейін, яғни сәресінің уақытысы шыққанға дейін, таң намазының уақытысы кіруі есептеледі. Сәресінің шығу уақытысы ол қазіргі таңда кестелерде барлығы көрсетілген. Яғни Құранда ақ жіп пен қара жіптің айырылуы деп келеді, таңның шапақ беруі. Сәресіні ең соңғы уақытқа дейін кешіктіру мұстахаб. Қандай да бір жағдаймен түнде көп құлшылық жасап, немесе түнде сәресіге тұра алмай ұйықтап қалған адам болатын болса, ол адам сәресінің уақытысын өткізген себептен ештерсені жемей, ішпестен ниеттеніп, сол күннің оразасын ары қарай жалғастыра береді. Ол сүннет мүстахаб амалдарды, яғни кешіктірген болып есептеледі, немесе сол күнгі сүннет амалдарды орындамаған болады, бірақ мойнындағы парызы жалғастырыла жатады. Ал енді тағы да қосымша айта кететін болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім сәресінің уақытысы жақындап қалды, мінекей бір аз ғана уақытта 5-10 минут немесе 15-20 минутта шығайын деп жатыр. Сіз сол күні бойыңыз осылсыз таң аттырды, осылсыз тұрдыңыз. Сол уақытта алдымен сәресіңізді ішіп, кейіннен осыл ала беруге де болады. Өйткені Айша анамыздан жеткен хадисте осылай риуаят етілген. Негізі абзалы сәресі ішіңіздер, сәреседе берекет бар. Сол күннің оразасын, яғни күшпен, қуатпен, қажырмен өткізу үшін дейді. Сәресі ішуден мақсат қарнымыздың бәрін толтырып, қарнымыз ашпайтындай суды әбден өзінің межесінен артырып ішіп алуда, жалпы оразаның мәкрухтерінен. Ол жерден мақсат сол күнгі күш қуат алатындай, қатты әлсіреп қаужып қалмайтындай деңгейде сәресін ішу керек. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, яғни пайғамбарлардан қалған 3 жақсы амал бар. Ол сәресін ішу, ауыз ашатын уақытта ауызды ашуға асығу, және де намазда соң қолдың үстіне оң қолды қою деген хадис бар. Алла Тағала осы Рамазан айының сәресін барлығын толық ішуді, және де мүстахабтарды, сүннеттерді өз деңгейінде орындауды нәсіп етсін.